Ақыл мен сенім. Ақыл мизан. Хакім Абай адамды кемел адам болуға, тұлғалыққа шақырды. Ол сол тұлғалыққа жетелейтін нәрсе ақыл екенін айтады. Адам өмірдің ақ пен қарасын ажыратып, ненің жалған, ненің шындық, ненің жаман, ненің жақсы екендігін білгісі келсе, сол ақылға жүгінуді, ақылды алғырлыққа үйретуді алға тартады. Сол себепті дана Абай ақыл мизан деп отыр. Мизан дегені кәдімгі таразы. Ақыл мизан өлшеу қыл дейді. Расында мына ұшы қиыры жоқ ғаламның бір бөлшегі болып тұрған Сатурн планетасының қасында біздің жер түйенің жанындағы түймедей кішкене ғана. Сол түймедей жер шарының бетінде 7 миллиардтан астам адам баласы илеудегі құмырсқадай қыбырлап ғұмыр кешуде. Құс жолы галактикасынан жер шарына қарайтын болсаңыз, тіпті де адамзаттың халі елеусіз көрінбек. Әйтсе де, ақиқатында олай емес. Самсаған сансыз жұлдыздар мен құжынаған планеталардың қасында сол болымсыз адам баласы өзінің ақылымен асқақ болмақ. Бала күнімізде ауылдың кішкене балалары өзінен неше мәрте үлкен түйенің бұйдасынан ұстап жетектеп жүре беретін. Нақ сол секілді ғаламзаттың ішінде адамзат қанша кішкене болса да, ол алыптардан адамның айырмашылығы ақылында, ақылын өлшеу қылуында. Міне ақылын өлшеу ете білген адам ғана тұлғалық биікке жетпек деп айтуы осыдан. Әлемде Америка, Еуропа секілді алпауыт елдердің неге өзге елдерден білімі озық тұрады? Өйткені олар өз елдерінің дамуы үшін тек өз ақылдарын ғана емес, жер бетіндегі дана адамдардың даналығын, жаңалық ашқан жастардың жаңалықтарын да қалдырмай пайдаланады. Олар кісіні алмайды, ісін алады. Міне, мықты елдер жер бетінің қай жерінен жаңалық, даналық шықса, жоғалтқан дүниесін тапқандай қуанып, дереу қабылдайды. Кедей Африкадан табылыпты, қалыс моңғол айтыпты ғой, ендеше қажет емес деп шіренбейді. Ал мешеу қалған елдерде адамдары топтарға бөлініп, тобырлықпен өз-өзінің кішкене жалауларының желбіреуін ойлап, басқа біреуінен бір жаңалық, жақсылық шыға қалса, соны жабылып, жоқ қылуға тырысады. Немесе пәлен адам бір ғажап ой, пікір айтыпты десе, сол айтылған ойды емес, ең алдымен айтқан адамды қадағалайды. Егер ол елге танымал біреу, не өзін жақтайтын біреу болса ғана қабылдайды. Ал олай болмаса, айтылған пікір ғажап болып тұрса да, кері итеріп тастаудан тайынбайды. Ал егер сол адам жаңалығын бөгде елге барып танытып, әлемге мойындатар болса, онда өз елі сол кезде ғана елдің қамын ойлаған ер ғой деп жүрегі елжірей қалады. Ал елге әйтеуір бір жағдаймен танымал болып, өздерінің дана санаған адамдарының бірінің сөзі болса, ол айтқаны түкке тұрмайтын бірдеңе болса да, сол кісі айтты деп қабылдай кетеді. Екіншіден, жетілген елдердің тағы бір ерекшелігі, екі мықты бір мәселеде дауласа қалса, ешқашан бір-бірлерінің өткен-кеткен кемшілігін қазып, жеке басына тиіспейді. Өйткені екеуінің таласудағы мақсаты сол мәселедегі ақиқатты табу ғана. Сондықтан, екі адам бір мәселеде қанша дауласса да, мәселенің анық қанығы шешілген соң, қайсысы жеңсе, соны құттықтап, тіл табыса құшақтасып, қол алса біледі. Ал осындай рухани құндылық біздің қазақтың маңдайына біткен бе? Елінде осындай құндылығы болып тұрған шақта біздің қазақ өте мықты ел болған еді. Сонау ғұн мен сақтан бастап, бергі жағы түркі жұрты болып, одан кейін қазақ атанып тұрғанда да осы құндылық бар еді.
Оның негізі ақиқат сөзге, әділ уәжге тоқтай білу әдебі болатын. Ол әдеп тіпті аңыз ертегілерде де айтылып, бала жастан халықтың санасына құйылып отырған. Мысалы, тазша баланың ханның алдына дат тақсыр деп кіріп баруы, ханның оның сөзін тыңдай білуі де осыны көрсетеді. Осындай ата-бабалардан қалған әдептің асыл құндылықтарын Хәкім Абай халқына аманат ете білген. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен жеңсеңіз. Деп, бір істе сен кімнің кім екендігіне қарама, қайта кім не дегеніне қара дейді. Абай хәкімнің ақсақал дегені бір ру елдің көсемі, не бір ауылдың пірі де болуы мүмкін. Алайда атақты адамның сөзінің бәрі де дөп тие бермейді. Адам болған соң қателесетін кезі болады. Кім болса да, не дегеніне, әрі сол айтқаны қисынға сәйкес келе ме, соған қара дейді. Аят хадис емес қой, көпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Дегенде Хәкім Абай ақылды таразы етіп, алдыңызда тұрған кім болса да, сөйлеген сөзі қисынға келмесе, қарсылық білдіріп, өз ойыңды айта біл дейді. Осылайша өз ойын айта білу адамды біртіндеп тұлғалыққа, кемелдікке жетелемек. Тіпті ол, оның ұстазы болса да, шәкірт өз ойын іркілмей айта білуі керектігін Абай хәкім қатты ескертеді. Өйткені бұндай жақсы үрдіс ұстазға да, шәкіртке де пайдалы. Ұстаз да адам болған соң қателеседі. Сол себепті шәкірт ойын айтып, ұстаз оны тыңдаса, ол шәкірті арқылы өзінің жаңылысын табады. Өзінің жаңылысын тауып отырған өзінің шәкірті болған соң, бұл ұстазға да ауыр келмейді. Мұның нәтижесін қазақ ұстаздан шәкірт озар дейді. Шәкірті өзінен озған ұстаз ғана нағыз ұстаздық мақсатқа жетеді. Екіншіден, егер шәкіртінің пікірі жаңылыс болса, ол да өз пікірінің жаңылыс екендігін ұғынып, ақиқатты табады. Егер ол ұстазым ғой, ауыр тиіп кетпесін деп күлгірлік жасаса, ақиқаттан алыстайды. Мұны Абай хәкім, жақының сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме, деп жанашырлық ескерту жасайды. Бірақ осындай ақыл бірлікке ие болу үшін адамға нендей нәрсені білу керек дегенге, Абай қара сөзінде жалаң ақыл еш нәрсеге қол жеткізе алмайтындығын баса айтып, үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Бірақ осы үшеуі үш бөлек тарап кетсе, онда адамның адамшылығы қалмайтынын айтып, қайрат, ақыл және жүректің ерекше қасиетін атап, ғылымға жүгінетіні бар. Сонда ғылым, сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім, депті. Ал билеуші, әмірші жүрек болса, жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. Көмбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрің де жүрекке билет, деп ұқтырған екен. Ал сонда жүректің қандай қасиеті бар еді? Жүректе әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық бар. Егер ғылым арқылы қайрат пен ақыл жүрекке бағынбаса, онда қайрат ыстық қайырымды емес, суық қатал қайрат. Ал ақыл нұрлы жарық емес, айлакер амалшыл болып шықпақ. Тіпті қайрат пен ақыл бірлесіп, жылы жүректі жалғыз тастап кететін болса, онда мұндай бірлік адамның дүниесін толтырса да, көңілін толтыра алмайды.
Еуропалықтардың бұл күнде өркенді технологияда озғанымен, көңілде, жүректе озат бола алмай жүргені осыдан. Қанша ем іздесе де, нұрлы жүрек арқылы көңілдің емін таппағандықтан рухани дертке шалдығып, өздеріне қол жұмсайтын қасіретке ұшырауда. Дүниеге қатты мән беріп, ыстық қайрат суыққа, ал ақыл айлакерлікке ауысып, жылы жүректі тоңдырып, сырттай дүниелік пайда бергенмен, ішкі жан дүниесіне зиян шектіруде. Міне, бақыт байлықта болса, байлар неге бақытсыз дегеннің нақты жауабы да осы. Ендеше дүние мал табуды, мансапты мақсат санау емес, қайта тұлға, кәміл адам дегеніміз адамның көңіліне шуақ шашушы, жанына жайлы тыныштық беруші деген сөз. Олай болса, дүниеде осы ізге қызмет жолына жұмсалуға тиіс. Егер дүние жолына жұмсалса, бұл бақыт болмақ емес. Мұны абыз ақын мал жияды мақтанып білдірмекке, көзге шұқып малменен күйдірмекке деп қадап айтады. Ол еңбекті сат, ар сатып неге керек дейді. Әлемнің атақты миллиардері Стив Джобс соңғы хатында түптің түбінде байлық өмірдің бір бөлігі ғана екенін түсіндім. Тағдыр бізге нәзік сезім берді. Жүрекке махаббат берді. Олар ақшаға еш қатысы болмауы тиіс. Жүрегімде мәңгі сақтап, өзіммен бірге алып кете алатын бір ғана нәрсе болса, ол жақындарымның махаббатынан туған тәтті естеліктер ғана. Тек осындай рухани байлық қана адамға күш-жігер беріп, өмірлік қуат сыйлайтын болады, дейді. Ендеше Абай кемел адам болудың жолы ғылым екенін баса айтады. Бірақ тек қана жылы жүрек арқылы жүрген ғылым жолы. Жылы жүрек бар жерде ақыл нұрлы келеді. Ал ақыл нұрлы келген жерде қайрат ыстық келеді. Шабытына шабыт қосады. Ол дүниеде өзі, мал да өзі. Ғылымға көңіл бөлсеңіз, дейді. Қанағат рақым арқылы ғылымға қызығу. Сіз жастық шағыңызда ғылым үйреніп, озық елдердің озық оқуын оқып, еліңіз үшін қызмет етсеңіз, халқыңыздың мықты ұлт болып қалыптасуына үлес қоссаңыз, діліңізді берік ұстансаңыз, әлемдік сахна алдында ғылымда жаңа жаңалықтар ашып, елдігіңізді паш етсеңіз, байлық шіркін онсыз да сіздің есігіңізде жалшы болып өзі келмей ме? Ендеше хакім Абай қырандай қалқып, армандарға шарықтау үшін бірі дүниелік, бірі рухани болатын екі қанаттың мықты болуы керектігін айтып, аманат сөз қалдырды. Я, адамға екі байлық керек, бірі дүниелік, бірі рухани. Осы екеуін ат үстіндегі қоржындай тепе-теңдігін сақтай білуі тиіс. Абай осы жолда ақылды мизан етіп, қандай нәрседе болсын, оны өлшеуші құрал етінде ұсынады. Сонда ғана адам өмірді тани алмақ. Біздің бұдан кейінгі тақырыбымыз өмірдегі ақ пен қараны қалай ажырату керектігі жайында болмақ. Сенім мен ми. Тұлғалықтың ең берік негізі, ядросы адамның өзіне деген сенімінде. Адам өмірде сенім арқылы ғана өмір сүреді. Сенімі біткен күні, оның да күні бітеді. Сәби екеш сәби де байқасаңыз, тәй-тәй басып жүреді. Яғни ол өзіне сенген соң ғана жүре бастайды. Сәби бола тұра, оның да өз ойы, өз әлемі бар. Осылайша ол кемелдікке қарай қадам басады. Бір күні кәмелетке толып, ұл ер жетеді, қыз бой жетеді. Мұны атам қазақ балиғат жас деп те атайды. Бірақ бұл біздің қозғаған тақырыптағы кемелдік тұлғалық емес. Сол тұлғалыққа қарайғы ең алғаш қадам ғана. Міне осы ең алғашқы қадам сәби кездегі өзіне деген сенімнен басталған еді. Мысалы көктем күнінде бүр жарған
алма ағашының дәнегінде мен де үлкен алма ағашындай бола аламын деген сенім оның жаратылыс болмысында сақталған. Ол оңай жол емес. Әуелі жерге көмілді, не көктейді, не жер астында шірейді. Алайда ол осылай көмілмесе, жер астында жатпаса, дәл осындай бүршік бола алмас еді. Ол қыс бойы қар астында қалды. Бір сөзбен айтқанда, қар кешіп, мұз жастанды. Міне осының бәріне ол төтеп бере алды. Осылайша кемелдікке жетіп, бүршік жарды. Жер бетіне мүлдем басқаша болып көрінді. Бұрын елеусіз ғана қарапайым дән еді. Енді ғажайып жасыл желегімен көз тартып тұр. Міне қарапайым дәнек осылай әдемі болып жетілсе, мына ғаламдағы жаратылыстың ең әдемісі адам, пенде, неге сол дәнектей өмірін жайқалтып өзгерте алмасқа? Қазақ айтады, үмітсіз шайтан деп. 5 қаруын ұсынған батыр да жауға шапқанда қолындағы 5 қаруына емес, тұла бойындағы бәйтеректей сеніміне сенеді. Бала кезімде естіп, талай қиялға батқан бір ертегім бар еді. Қой баққан бір жалшы бір күні бір қақанда 40 шыбынды өлтіріп, өзін батыр деп санап, сол елдің ханына келіп, жауға жалғыз шабалатындығын, бірақ бір мықты ат керектігін айтып, өзін мақтайды. Бүкіл елдің тұлпар аты алдына өтсе де, ол ешбірін жақтырмай, ең соңында ханның атын қалап мініп, жауға жалғыз шабады. Бірақ жер қайысқан жау әскерін көргенде, зәресі ұшып, жолай кезіккен шіріп құлағалы тұрған бір үлкен ағаштан ұстап, аттан түсіп қалмақ болады. Бірақ ханның аты мықты болғандықтан, ағашты жұлқығанда, ағаш түбірімен жұлынып, әлгі қойшының қолында кетеді. Жау да тыңшысы арқылы, елінде бір батыр бар, жауға жалғыз шабады деген хабарды естіп, қорқып келе жатса керек, расында ағашты жұлып алып, шауып келе жатқан батырды көріп, тұра қашыпты. Әлгі қойшы осылайша батыр атанады. Осы аңыз тәмсілде атам қазақтың айтпақ болғаны сенім еді. Ал хан қашанда текті келеді. Тектіліктен сенім туады. Ханның осы тектілігі қойшыға дарғанда осындай ғажайып оқиға болады. Һәм осы тәмсілде айтпағы жауға мінген жарау ат адамның бойындағы Құдай берген қасиет еді. Жауға жалғыз шабалатындай бойындағы қуат еді. Бірақ осыны әлгі қойшы таба алмай жүрген екен. Өзіне сенген кезде ол аяқ астынан дара тұлғаға айналып шыға келді. Міне, Алаштың осындай аңыз ертегілерінің бәрі адамды өз-өзіне сенуге тәрбиелейді. Ежелден келе жатқан елдердің бәрінің осындай елдік идеологиясы болады. Бұны қоғамдық сенім дейді. Жоғарыда айтқанымыздай, осы сенімді еуропалық психологтар әртүрлі жолмен адамның бойында қалыптастыруға талпынған. Мысалы, өзіңе сен, өзіңді мықтымын деп ойла, мен осы істі жасай аламын. Немесе мен табысқа жетемін. Мен деп күніне 150 рет қайтала. Деген секілді басқа да ең төменгі тәсілдерді айтады. Әйтсе де осының өзі өмірде опа таппай жүргендерге сенім әкелетін кезі бар. Ендеше осы жерде мен сөзіне қатысты мынадай мәселені айта кетпекпіз. Психологтардың мен өзіме сенемін деп қайталауындағы олардың басты мақсаты өзіне сенуден қалған адамдардың жарасын емдеу қана. Яғни адамның мендігі өзінің қан қысымы секілді өз деңгейінде тұруы тиіс. Әрі қарай өз сенімі қалпына келген адам осымен шектелмей мен дей беретін болса, оның ақыры менмендікпен, өр көкіректікпен аяқталады. Өйткені ол менен мықты ешкім жоқ, мен ғана осыған лайықпын,
халықтың бәрі менен төмен, надан деген дертке ұшырай бастайды. Өзін адамдардан төмен, қор санаған адамға өз сенімі бұзылған адам деген диагноз қойылса, дәл солай тек мен ғанамын деген адамға да сондай диагноз қойылады. Қан қысымы тым жоғары адам мен қан қысымы тым төмен түскен адамның да халі бір, жағдай мүшкіл болғаны секілді. Ал мендігін туралаған адамға қазақта өте кішіпейіл, қарапайым адам деген баға береді. Әлқисса, енді сенімге қайта оралайық. Тақырыпта берілген сол сенімнің мидағы ақыл-ойға қаншалықты қатысы бар, соны байқалық. Абай, бақпен асқан патшадан мимен асқан қара артық, сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық деп, миын жақсы істете білген адамды атасынан мұра қалған патшадан да артық деп бағалап отыр. Өйткені мұра арқылы келген тақ адамның өзіне пайда келтірсе де, еліне олжа әкелмеуі бек мүмкін. Адам өз ойының тұтқыны. Мұндай жағдайды үйретілген шарасыздық деп атайды. Адам кейде өзінің ойына иланатыны сонша, өзгелер табысқа жетсе де, мен жете алмаймын дейді. Оның үстіне хауыздық өлшем дегеннен тағы құтыла алмайды. Не болмаса басқалардың, сенен адам шықпайды, сен ақмақсың, сен осылай жаратылғансың, сенде дарын жоқ, сен ғалым болып жаратпайсың, адам қатарында жүргеніңе қуан, деп тұқырта айтқан сөзі тағы бөгет. Сөйтіп ол, мен жоғары деңгейге жеткен адамдардай бола алмаймын, менің жазмышым осы дегенге көнеді. Хакім Абай осыны, қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдың сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоқтығынан азады. Білімді білсе де арсыз, қайратсыздығынан оны ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір елігіп кеткен соң, бойын жинап алып кетерлік қайрат қазақта кем болады, дейді. Яғни мида көп мәлімет жиналады. Бірақ сол мәліметтерді ақыл қорытпаса, жинағанын парасатқа салып, күйіс қайырмаса, іске асырмаса, ол жүрек асқазанына бармайды. Міне, Хакім Абай айтқандай, қазіргі таңда бұл қазақтың қайсысы мектеп көрмеген, қайсысы хат танымаған, қайсысы сол мектепте ғылымның дәмін татпаған дейсіз. Қазір оқымаған қазақ аз. Сол мектептегі кітаптардың бәрінде ақылдылықты, қайраттылықты, ақ пен қараны ажыратуды, мақсатқа жетелеуді айтудай ақ айтады. Бала жасынан болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, деп жаттауын жаттатады. Бірақ соған дес бермей балалар сол кітаптың сөзіне емес, ауылындағы, жанындағы керауыздардың сөздеріне көп көңіл аударады. Кітаптың, мектептің сөзін емес, солардың адам болмайсың деген сөзіне көп мән береді. Үлкендер айтқан соң, соныкі дұрыс екен деп миына бұйрық беріп қояды. Солардың пікірлерін түп санаға жаздырады. Алайда ауылда жақсы жандар да бар ғой, бірақ олардың сөздерін қаперге ілмейді. 10 адамның 9-ы жақсы сөз айтып, бірі жаман пікір айтса, әлгі 9 адамның жақсы сөздерін негізге алмайды. Өйткені ми жақсы сөздерге емес, көбіне негативті сөздерге қатты мән бергендіктен, сол жалғыздың үнін ғана көптей көріп өзіне қабылдайды. Осыдан барып, әлгі жас жақсылыққа қарай ұмтыла алмайды. Кейде бәрін қойып секірмек, ұмтылмақ болады. Бірақ миына сен адам болмайсың, сенің қолыңнан түк келмейді деген сенімді сіңіргендіктен, әрі жалқаулық бұйрықты бергендіктен, ми оның бұл ұмтылысын сол бұйрық бойынша орындайды. Осыған мынадай мысал беруге болады. Үнділерді байқасаңыз, олар есек құсатып алып,
пілді ауыр жұмысқа жегеді. Піл байғұс тонна жүктерді көтерсе де, бірақ аяғындағы шынжырды үзіп азаттыққа кете алмайды. Әбден қалжыраған кезде аяғына шынжыр байлап қазыққа іледі де иелері жайына кетеді. Неге ол піл тонна жүктерді көтере тұра болмашы шынжырды үзе алмайды? Оның сыры мынау: иесі пілді жастайынан аяғына шынжыр тағып байлап үйретеді. Әуел баста жас піл қалың шынжырды әрлі-берлі күнде тартып, ақыр соңында үзе алмайтынын біліп шаршайды. Осылай өсе келе, ақыры шынжырды үзе алмаймын деген сенім сіңіп қалады. Енді міне, алып піл болған шақта да адамның салған әлсіз тұсауын үзе алмай тұрғаны. Енді сіз осы пілдің халін жақсы білесіз. Оған құлдық санадан құтылудың жолын айтыңыз. Аяқтағы тұсауды оның оп-оңай үзе алатынын түсіндіріңіз. Ол растығын мойындар, бірақ шындықты мойындағанмен миындағы сенімін бұза алмайды. Өйткені жас күніндегі күшінің жетпейтіндігіне деген сенім бойын әбден жаулап алған. Тіпті шынжырдан оны сіз босатсаңыз да, ол бәрібір ұзаққа кетпейді. Азаттыққа жете алмаймын деген ұғым оған нағыз сенім болып орнаған. Міне, көптеген адамдар да дәл осылай. Өздеріне қойылған шектен, хауыз қамалынан асып кете алмайды. Асуды да ойламайды. Тіпті қамалдан шығуды, шектеулі өлшемнен шығуды бақытсыздық, бүлік, шектен шығу деп санайды. Өткен 19 ғасыр ортасында ақш-тың кейбір штаттарында құлдар босатылады. Бірақ сол құлдардың көбі кейіннен өз бетімен күн көре алмай қожайындарына қайтып оралғаны тарихта белгілі. Міне сонда олардың мидағы сенімдерінде қожайынсыз жеке өмір сүре алмаймын деген қазық қағылған. Осы бір үйретілген шарасыздық оған сенім болып қадалған. Екінші бір мысал, бір зерттеушілер бүргелердің әртүрлі биіктікке секіретінін біліп, арнайы тәжірибе жасап, 30 сантиметр шыны ыдысқа бірнеше бүргені салады да бетін шынымен жабады. Артынан осы ыдысты отқа қызған темірдің үстіне қояды. Шыны қызғанда бүргелер құтылу үшін секіре бастайды. Бірақ шынының бетіндегі қақпаққа соғылып, кері қайта береді. Қанша мәрте секіріп, ақырында олар осы шектеулі 30 сантиметрден артық секіре алмай кері қайтумен болады. Осыдан кейін шынының бетіндегі қақпақ шыны алынып тасталады да оларды қайта отқа қояды. Бірақ бұл жолы шынының беті ашық. Олар асты қызған соң тағы да секіре бастайды. Алайда 30 сантиметр ғана секіріп, өз беттерімен кері қайтады. Неге? Олар алдыңғыдай 30 сантиметрден артық секіре алмайтындығына әбден сеніп алған соң, сенімдеріне қарсы келе алмайтын еді. Өйткені олар бастарын шыныға ұра-ұра қабылдаған осы шектегіш өмір дәрісіне берік және адал болып қалған еді. Құтылуларына мүмкіндік бола тұра қаша алмайды. Өйткені бұдан былайғы кедергі шынының бетінде емес, саналарында қалыптасқан еді. Оларды шектеген 30 сантиметрден артық секіруге болмайды деген мидағы сенім ең қиын кедергіге айналды. Міне адамдар да осы секілді. Өздерінің бір кездері өмір шарттарына қарай шыға алмаған нәрселерін миларына сіңдіріп, сенім етіп алады да, жылдар өтіп сол кедергі шарттары жоғалса да, саналарындағы 30 сантиметрден артық ойлауға болмайды. Нені армандасаң арманда, бірақ шынжырды үзбейсің, шыны қақпақтан аспайсың деген қасаң сенім оның миын шырмап алады. Иә, бұлай болғанда құлдықтан құтылуға сауда бар, бірақ құлдық санадан құтылуға сауда жоқ болып тұр. Кешегі заманда бір құлдықтан сатып алу арқылы құтқара аласың, бірақ санасындағы құлдықтан
ақша беріп те құтқара алмайсың. Отаршы ел астындағы ел ғана құлдық санада болмайды. Балаға айтқан «сен өспейсің» деген сөз де адамды құлдық санаға душар етеді. Адам өз миындағы ойларына қарай әрекет етеді. Ендеше бүгінгі күнге дейін жасауға батылдығыңыз бара алмаған нәрсені жаңадан ойлауға тәуекел етіп, соны жасауға бел байлаңыз. Дана қазақ, уайым түбі теңіз, батасың да кетесің, тәуекел түбі қайық, түсесің де өтесің, деп осы жағдайда айтқан ғой. Сондықтан санаңыздағы кедергі іштен бе, әлде сырттан ба? Соны алдымен біліңіз. Егер сырттан болса, оны алып тастау оңай. Ал егер кедергі іштегі шыны қақпақ болса, одан құтылмай, сыртқы кедергінің жоғалғаны сізге ешбір пайдасы жоқ. Бұл жағдайды сеніміміз бар кезде мүмкіндігіміз жоқ, мүмкіндік бар сәтте сеніміміз жоқ деп айтуға болады. Расында негізгі сауал мынау: мүмкіндігіміз бола тұра, неге сеніміміз жоқ? Өйткені жоғарыда айтылған піл мен бүрге мысалындай, мақсатқа жетуге деген алғашқы нық сенім бізде бар еді. Алайда ол жоғалмаған. Уақыт өте келе, оның бетін көзі көмілген бұлақ секілді жаман ойлар мен жаман сезімдер топырақ секілді жауып қалған еді. Ендеше сол бұлақ көзін тазалау біздің өз қолымызда. Яғни бала кезімізде бізде биік арманға жететін сенім болды ғой. Сол сенім болған үшін әліппені үйренген едік. Кім боласың дегенде ұшқыш боламын деп ең асқақ арманды айтушы едік. Осы сенімнің көзін қайта ашу өз қолымызда. Егер сіз бір нәрсенің беймүмкін екендігіне сенетін болсаңыз, ақылыңыз оның не үшін мүмкін еместігіне қатысты дереу ойланып, дәлелдер көрсете бастайды. Дәл солай бір нәрсені жасай алатындығыңызға шын көңілмен сенгеніңізде, ми дереу оның мүмкін екендігіне қатысты жоспарлар құрып, ойлана бастайды. Неге? Өйткені сіз қолбасшыға қамалды алуға қатысты нақты сеніммен бұйрық берген едіңіз. Сіз сенген нәрсеге ми қолбасшы да қалтқысыз сенеді. Ми өз иесіне берілген өте адал қызметші. Мұны ұмытпайық. Бағын сынап көрмеген адам сынақтан өте алмай, бағын жоғалтып алуы әрине мүмкін. Бағын сынаса, сынақтан сүрінбей өте береді деген бір шарт жоқ. Бірақ өте алмайды деген де шарт жоқ. Ал бағын сынамаған адам, онсыз да әу бастан бағын жоғалтқан адам деген сөз. Яғни, болмасаң да ұқсап бағып, бағыңызды сынаңыз. Бір ғалымды көрсеңіз, ондай болу қайда деп, текке мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. Өйткені сіз ғылым сүйген жансыз. Ізденуге, талаптануға әу баста сеніміңіз бар еді. Атақты ғалымның да әу бастағы сенімі сіздікінен ерекше емес еді. Ол да балалық шағында дәл сіздей армандаған еді. Бағын сынап көріп еді, бағы жанды. Бақ сынап ұтылғаннан, бағын сынамай ұтылған ең жаман. Бақ сынамағанның түбінде неге жасап көрмедім екен деген өкініші қалмайды. Ал бағын сынамаған мүмкіндік қолдан кеткен соң, жасымда ғылым бар деп ескермедім деп өкініп өтеді. Хакім Абай осыны Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір жігіт түгіл, әуелі адам ба өзі, деп даналықпен түсіндіріп, ұрпағына осы асыл сөзін мұра еткен. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Атам қазақтан қалған осындай сөз бар. Зеланд секілді кейбір зерттеушілер осыны
маятникпен түсіндіреді. Жер бетінде адамдардың бәрі белгілі бір маятникпен өмір сүреді. Адамдар топ-топқа бөлініп, кейбірі адамдардың, не болмаса қоғамның, не болмаса мемлекеттің жасаған маятнигінің айналасында айналып өмір сүреді, дейді. Маятник сағат механизмінің ішіндегі бір бөлшегі және өте маңызды бөлшегі. Мысалы, кешегі совет үкіметін алып қарайық. Өзінің қолдан жасаған сенімдер мен идеяларын халыққа имандай сендірді. Негізгі маятник Лениннің идеялары болып, күллі ұлттар соның айналасында айналды да тұрды. Кейіннен маятник үзілгенде сол ұлттар гипноздан оянғандай дереу естерін жиып, тарқасып, өз алдарына тәуелсіз болып қалыптасты. Расында, зерттеп қарасаңыз, әрбір идея ол гипноз. Мысалы, жай ғана бір семіз адам фитнес-клуб ашып, өте мықты жарнама жасайды. Осылай да осылай арыдым, жасардым дейді. Арықтап бір жасап қаласыз дейді. Жатпай тұрмай насихаттайды. Ел ағылады. Расында, азып жатыр ма, семіріп жатыр ма, ол жағы оны қызықтырмайды. Мәселе оның елді сендіре білуінде ғана. Қай бір жылы көптен көрінбей қалған бір ініме телефон шалдым. Ол 5-6 жылдан бері Америкада жүрген болатын. Ол сол жоқта біреудің мықты компаниясында жақсы жұмыс істеп, қыруар ақша тауып жүргенін айтты. Не жұмыс істейсің деп едім, ол өзінің құм сатып жүргенін айтты. Сұрап қарасам, кәдімгі біздің қызыл құмның құмы тәріздес құм екен. Мен таң қалып тұрсам, ол бұл жақта ненің жарнамасы жақсы жасалса, соны халық ала береді, дейді. Әй, мұның кәдімгі құм, кімді алдап тұрсың, демейді. Сенің сөзіңе қарайды. Сендірдің бе, ала береді. Мен арнайы жарты кілелік пакеттерге салынған құмды адамдарға өте пайдалы деп мақтаймын. Суыққа, бел ауырғанға, аяқ сырқырағанға, басқа да қыздырып алып, суық деген жеріңе тартсаң, таптырмас шипа деймін. Осылайша бір пакетті $50 сатамын. Түрлі ауруларды емдейтіндігіне қатысты кітаптарын көрсетемін. Ал олар қандай дәлелің бар, кім жазылыпты деп тексеріп жатпайды. Қызықтырдың ба, ала береді. Я, расында сатқаны кәдімгі біздің ауылдың құмы. Құмның пайдасы бар екені де рас. Бірақ олар, әй, мынау теңіздің жағасындай құм ғой, өзім әлі ала салмаймын ба демейді. Біз оны ерекше құм етіп көрсетеміз, деді. Мен сол кездері соған таң қалған болсам, қазіргі кезде біздің елде де осындай нәрселер көбейген соң, қазір таңырқамайтын болып алдым. Әлгі Голи король ертегісі де осының нақты көрінісі ғой. Екі алаяқ бір елге келіп, біз ақымақтарға көрінбейтін, тек ақылды адамдарға ғана көрінетін киім тіге аламыз, деп жар салғанда, әсем киімге құмар патша киім тіктіртуге бұйрық береді. Олар бірнеше күн бойы бір нәрсе тігіп жатқандай харекет жасайды. Бір күні патша екі уәзірін көріп келуге жұмсайды. Барса екеуі бір нәрсе тіккен болып отыр, бірақ еш нәрсе көрінбейді. Ештеңе көрінбейді ғой дегісі келсе, екі уәзір сол жерде бір-біріне ақмақ болып көрінеді. Сол себепті тіккен киімдері керемет екен деп патшаға айтып мақтап келеді. Ақырында тіккен киімді патшаға алып келеді. Патша киейін десе ештеңе жоқ. Кимеймін, киетін киім жоқ қой десе, ақымақ патша атанады. Өйткені бұл туралы жар салып, жарнамасы жасалып қойған. Сондықтан патша киімді мақтап, киінген болып, елдің алдына шығады. Халықта жарнамадағы сенім бойынша киім қандай ғажап деп мақтайды. Тек бір жас бала ғана патша жалаңаш қой деп айқайлайды. Сонда ғана халық оянып, қоса айқайлай кетеді. Бірақ патша әрине түк болмағандай салтанатын бұзбай жүріп, сарайына қайтады.
Сарайдағылар үшін әрине халық тобыр болғандықтан патшаның киімін көрмеген, яғни былайша айтқанда оның саясатын түсіне алмаған ақмақ болып шығады. Міне бұл маятниктің тамаша мысалы. Келесі бір мысал, Жапонның теңізінің ең тереңінен алынған ғажайып шөптен жасалған тап-таза, жаңа жұлып алынғандай табиғи жаңа өнім. Сол шөпті 10 күн шайға салып ішсе, 10 жылға жасарып шыға келеді екен. Жапон монахтарының жүз жасайтындарының сыры осы екен. Осы дәріге алғаш алғандарға жеңілдіктер жасалуда. 2 дәрі алсаңыз 2 дәрі тегін. Әлгі король секілді елдің дәулеттілері дәріні әншейін сатып ала салады. Жағдайы орталар солардан қалмайық деп сатып алады. Жағдайы нашарлар да қарызданып алуға тырысады. Бірақ сол шөп дәрінің ешбір пайдасы болмаса да, ол жағын артынан сөз қылып жатпайды. Алғашқы жарнамаға қарайды, соңғы нәтижеге қарамайды. Елдің бәрі алып жатқан соң, болды, жұрттан қалмайық деген қағидаға қарай сатып ала береді. Олар үшін сол дәріден шипа табу маңызды емес секілді. Сол дәріні сатып алып, өзінің ел қатарлы өмір сүріп жатқанын көрсетсе болғаны. Осының бәрі сол баяғы маятник. Қарап тұрсаңыз, бәрі бір-бірін итермелеп тұрған алдаулар ғана. Партияларда осылай өз идеясын жасайды, идеясы арқылы халықтан аларын алған соң, немесе олар соған ұқсаған соң болды. Іс бітті, қу кетті. Зеланд діндерді де сол маятниктің түрлері деп атайды. Сол себепті діндерге емес, бір құдіретті күшке құлақ сал дейді. Әрине, христиандарда поптар Құдайдың жердегі өкілі ретінде жұмақтан орын беруге және күнәсін кешіруге құқығы бар деген сенім болғандықтан Зеланд мұны қабылдамауда. Ол үшін ислам діні де солай. Әртүрлі жамағаттар, ағымдар, тарихаттар бір-бір маятник деген сөз. Осы жердегі діндегі экстремизм мен секталарды айта кетуге болады. Мысалы, діндегі қасиетті кітапты оқыған біреулер соның қалтарысында отырып өзінің маятнигін жасайды. Айналасындағы адамдарға киелі кітаптың үзінділерін оқиды да, түсінігіне келгенде өз идеясын сол аяттың түсінігі етіп түсіндіреді. Мысалы, тарихта Құран кітап арқылы өзінің идеясын жайып, айналасынан нөпір халық жиған бір көсем, есімі Баян деп аталатын маңызды адамды өзіне тарту үшін Құрандағы «Мына Баян адамдар үшін» деген аятты көрсетіп, «Міне сенің атың Құранда айтылған, сен қасиетті адамсың, ендеше сен менің көмекшім бол» деп сендіреді. Міне осы идеялық маятник қалай адамдарға сендіріледі? Гәп осында. Әрине, гипноз арқылы. Гипноз тек қана алдыңызға отырып алып маятникті ойнату арқылы ғана болмайды. Қоғамда белгілі бір идея маятнигі арқылы да жасалады. Гипноз адамның өз ойларын тоқтатып, өзіне назар аудартып болған соң, оның түп санасына қалаған ойларын салу арқылы жасалады. Міне қоғамда жарнаманы кинодан соң не болмаса әннен кейін қою арқылы, яғни адамның әлсіз болып тұрған кезінде беріп, түп санасына жіберу арқылы жасалады. Партияларда осы секілді. Мысалы, бір елде оппозициялық бір партия бар делік. Ол халықты қалай өзіне жинайды. Билік болған соң қанша жақсы болса да кемшіліксіз болмайды. Міне сол кемшіліктерді халық арасына үгіттеп жеткізіп, ақырында осындай тұйықтан мынадай жолдар арқылы шығаратын едік біз деп, олардың назарларын өздеріне аудару арқылы түп саналарына өздері қалаған ақпаратты жібереді. Міне бұл ақпарат түп санаға барған соң, көп ұзамай өзі жақсы көрген билікті әлгі адам жаман жек көре бастайды. Секталар мен экстремистік топтар да солай. Гипнозы кім жасаса, соны тыңдайтыны секілді бір сектаға немесе теріс діни ағымға кірген адам да
тек қана өздерінің уағыздаушы басшыларын тыңдайды. Мысалы, гипноздалған адамға гипноздаушы қалаған нәрсесін жасата алады. Алдында тұрған бір затты мына зат жоқ десе, ол оны көрмейді. Ендеше, сектаға кіргендер де сол секілді. Олардың түзу жолға салу үшін сол гипноздағандардың кілтімен ашып, түп санаға қайта басқаша дұрыс мәліметтер беру арқылы ғана бола алады. Әсіресе дінге қатысты, киелілікке қатысты маятниктерде адамдар әлгі жоғарыдағы айтқан құм сатудан да бетер болады. Өйткені құм зерттелсе де, киелілік халық арасында зерттеле бермейді. Оның желдей тараған алдамшы аңызына қарайды. Бірде Отырар мен Түркістанның арасындағы бір төбе киелі бесік төбесі деп аталып кетеді. Халық емшілері болып көрінген біреулер киелі жерлерге зияратшыларды апарғанда сол төбеге шығарып тәу еткізеді. Бибі Бәтиманың қолы тиген бесік деген секілді түрлі аңыздарды ойлап тауып, баласы болмай жүргендерді сол бесікке тәу еткізеді. Алайда оның шын тарихы былай еді. Сол төбе тұрған жерде Отырар деген ауыл бар. Сол ауылдың бір жас әйеліне бала тұрмай шетінеп кете береді. Бір емші балгерге барса, ол бесігіңді анау төбенің басына қой, жел қақсын, сонда нәрестең тұратын болады, деп ақыл айтады. Әлгі жас әйел соған сеніп, бесігін жабуымен қосып, сол төбенің басына апарып қояды. Көп ұзамай бесіктің қаңқасы ғана қалып, әлгі төбе киелі төбе болып шыға келеді. Сол жерге зияратқа барғандардың ешбірі, әй, мынауың жаңа бесік қой, деп күмәнданып жатпайды. Тіпті айтып қалса, сол қылығы бүлік көрініп, киелілікті мойындамайтын бұзық саналып, елден оқшауланатын болады. Өйткені олар гидтің маятнигінде айналады. Гид олар үшін киелі және тарихи жерлердің шынайы өкілі болып көрінеді. Әртүрлі қоғамдардағы құндылықтар да осы шамалас. Адам өз ортасында қандай түсінікпен өссе, сол түсінік теріс болса да, кейіннен басқа нәрселерге сол дүрбімен қарайтын болады. Жастар қандай әдет-ғұрыппен өссе, кейін сол ғұрыппен өмірді өлшейтін болады. Сол өлшемнен шыға алмайды.